патшасы атанған, математика, табиғаттың тылсымын ұғындырған, физика, ғаламтордың әлемін бағындырған, информатика. Бірлестігі жас буынның үш тілін жетілдірген, ағылшын тілі бірлестігінен Қабыл алды. бауыр жаннан бөлініп, өз бойыңды тіктеген, шұбар ала жолдарда еңсесін биік көтерген, тынбай талмай, бірлескен зор еңбекпен, Кемеңгер Қонаев, IT мектеп лицейін емденген мектебім, 10 жыл мерейтой құтты болсын. Құрметті ұстаздар, 10 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Шәкірттерге білім беруден еш жалықпаңыздар, шаршамаңыздар. Елдеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, елімізге тыныштық тілеймін. Мектебіміз бой көтерген алғашқы жылдарда математика физика бірлестігінде 14 мұғалім болса, қазіргі таңда математика бірлестігінде 17, физика информатика бірлестігінде 9 мұғалім қызмет атқарады. Оның ішінде 3 шебер, 8 зерттеуші, 4 сарапшы, 2 модератор ұстазымыз бар. Білім саласында өзгерістеп өзегімізді қысқан 2013-2018 жылдарда деңгейлі оқыған көшбасшы ұстаздарымыз Гүлнара Қалыбаева, Ақмарал Жанаева, Ғалымжан Уристемов оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер, критериалды бағалау, lesson study сабақты зерттеу сынды елудей коучинг сабақтарын ұйымдастырып, кәсіби қоғамдастық аясында мектебімізді, ұстаздарымызды өзгерте жүріп, жаңартылған бағдарламаға мұғалімдеріміздің кәсіби шеберлігін шыңдады. 2015 жылдан мектебімізде әрбір оқу жылында 2-3 реттен аудан, облыс көлеміндегі семинарларда Гүлнара Қалыбаева, Ақмарал Жанаева, Ғалымжан Уристемов, Олжан Әбдіқадырова, Айтжан Мырзалиев, Анар Рахимова, Гүлмира Сағындықова, Орал Жұрынбаев ұстаздарымыз озық үлгідегі ашық сабақтарымен ерекшеленіп марапатталды. 2016 жылғы оқыту үдерісінде қалыптастырушы бағалауды тиімді жоспарлау облыстық семинарында тәлімгердің коучинг сабағы мен тәлім алушының ашық сабақтары үйлесімділігіне педагогикалық шеберлік орталығының өкілі Сәуле Матаева дән ризалығын білдіріп, алғыс хатпен марапаттады. 2017 жылы математика майталмандары күрделілігі жоғары модульмен берілген есептерді шешудің тиімді жолдарын қолдану арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру аудандық семинарын ұйымдастырып, озат тәжірибе таратты. 2018 жылы қатар өткен аудан және облыстық ғылыми-практикалық семинарда көргеннің көзін алатын, тыңдағанның құлағының құрышын қандыратын ғылыми жоба жұмыстары жоғары деңгейде бағаланды. 2019 жылы ұстаздық қадам оқушы көзімен өзін-өзі бағалау ұйымының озат оқушылары жоғары деңгейде ашық сабақтар көрсетті. Осы жылы заман талабына сай үш тілді білім беруді дамытып жүрген ұстаздарымыз облыс деңгейінде сабақ көрсетіп, ауданымыздың 10 мектебінде тірек жұмыстарын жүргізуде. Математика және физика бірлестігінде кәсіби шеберлік үшін 9 төсбелгі, халықаралық 17, облыстық 73, аудандық 85 марапат бар. Оқушылар арасында өткізілген республикалық пән олимпиадаларында математикадан 26 оқушы аудан көлемінде 2-3 орында, физика пәнінен аудан көлемінде 6, облыс көлемінде 2, информатика пәнінен аудан көлемінде 15, облыс көлемінде 2 оқушы жеңімпаз атанды. Түркістан қаласында оқушыларды олимпиадаға дайындауға мұғалімдерді үйрету сабағын өткенін бағалап, Жанат Елғондиевті және жаратылыстану пәндерінен республикалық юнорлық олимпиадаға және облыстық олимпиадаларға оқушы дайындағаны үшін физика пәнінің мұғалімі Әбдіқадырова Олжанды Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов білім беру жүйесіне қосқан зор жеке үлесі үшін алғыс хатпен марапаттады. 2019 жылы рухани жаңғыру аясында ұйымдастырылған облыстық ғылыми жобасы аясында Шаханов Нұрлыхан 2-ші орын алып, республикалық деңгейге көтерілгені үшін жетекшісі Сара Сейдалиева республикадан марапатталды. Қазір мектебіміз кемеңгер, ел басқарған, жақсылығын аямай, өзін қарапайым ұстаған, адамшылыққа жетелеген бір туар азамат Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың есімі берілді. Кәсіпке бағытталған IT лицейге айналды.
Осы орайда айта кету керек, мектептің ең басты ерекшелігі оқушыларымыз цифрлық әлемде кез келген сандық мәселелерін шеше алатын, сандық ойлауы дамыған ұрпаққа айналуына көп үлес қосып жүрген информатика пәні ұстаздары мектебімізде оқушылар арасында робототехника командасын құрып, аудан, облыс көлеміндегі сайыстарда жүлделі орындарды алды. ОБТ-да терең білімін көрсетіп, 12 алтын белгі, 7 үздік аттестат, көптеген грант иегерлерін дайындауда ұстаздарымыздың еңбектері ерекше. Жаңа буын жас мамандар Гүлмира Тұрсыналиева, Дәулет Сатай аға буынның ізімен бой түзеуде. Дәулет аудан көлемінде десант сабағын көрсетсе, Гүлмира жұмысқа қабылдау тестінен жоғары балл жинап, Санұр телеарнасында сұхбат берді. Ұжымға келгеніне аз уақыт болса да, Шұға Құмарбекова семинарда ашық сабағын көрсетсе, Бауыржан Сәулебаев өз мамандығының майталманы екендігін дәлелдеуде. Қорыта айтқанда, қазақтың шаңырағы шайқалмай, келешегі кемел болсын. Молекуладай микро, галактикадай макро, көк аспанда қалықта Қазақстан оңай.